Осы жақында сіз баққа берген бір-екі сұхбатыңызда елімізде исламды зерттеудің өзіндік мектебі болуы қажет дедіңіз. Осы өзіндік мектеп деген исламның, оны қалай түсіндіресіз жалпы? Бастапқыда жүргізілген талдамалық зерттеулер негізінде біз сол әрбір елде өзіндік ислам тану немесе мемлекетпен діни бірлестіктердің өзара қарым-қатынастардың өзіндік моделінің бар екенін көрдік. Қазіргі таңда жалпы дінде, атап айтқанда, нақты айтқанда исламда, мысалы үшін өте маңызды ол Құранның және хадистердің түсінігі, яғни тафсир арабша айтқанда. Бұл түсінігі түрлі болуы мүмкін. Қазір бүкіл дүниенің бір тенденция ол бұл түсінігін қазіргі заманауи талаптарына сай келтіру. Мысалға айтатын болсақ, тіпті Сауд Арабиясының өзінде де таяуда ғана осы олардың тақ мұрагері шейх Мұхаммед бин Салман Аль-Сауд осы экстремизм мен радикализмнен алыс болып, қалыпты, ұстамды ислам жолымен барамыз деп айтып кетті. Ислам жолымен жүреміз деп айтып кетті. Сол сияқты қазір қасиетті кітаптарда жазылған барлық мәселелерді сөзбе-сөз дәл сол күйінде мүлтіксіз орындау қазіргі заманауи жағдайда өте қиын. Сондықтан біздің басты мақсатымыз өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды сақтап, өзіміздің ұлттық менталитетімізді, мәдениетімізді сақтап, Құран мен хадистерде жазылған нормаларды осы заманауи талаптарға бейімдеп, сабақтастырып, осы ары қарай жүру үшін бір теориялық негізін құру. Бірақ бұл жұмыспен министрліктің қызметкерлері емес, ең алдымен дінтанушылар, исламтанушылар, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өкілдері айналысу керек.